Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айым. Бүгін сіздермен өзімнің тапсырысқа пісіріп жүрген рецептім бойынша молочная девочканың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт барлық фудблогерлерде бар, бірақ менің рецептіммен де пісіріп көргендеріңіз абзал. Маған тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Бізге жұмыртқа қажет, қойытылған сүт, менде три желанияның әрдайым пайдаланамын. Сапасы жоғары сары май, мен әрдайым президент майын қолданамын. Және ұн, одан кейін қамыр қопсытқыш қажет. Ең алдымен ұнымызға қамыр қопсытқышымызды салып, бір жақсылап араластырып алып, жеке қойып қоямыз. Енді жұмыртқамызды миксеріміздің ыдысына құямыз. Одан кейін оның үстіне қойытылған сүтімізді құямыз және бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, миксердің орташа жылдамдығымен бір жақсылап араласқанша араластырып аламыз. Сұйық массамыз біркелкі болды. Енді осы сұйық массамыздың үстіне ұнымыз бен қамыр қопсытқышымызды салып, тағы да біркелкі масса болғанша миксердің көмегімен араластырып аламыз. Жалпы егер миксерлеріңіз жоқ болса, қолмен де дайындай беруге болады, яғни қолдың бенчігімен пайдаланып жасай беруге болады бұл тортты. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды, консистенциясы, яғни қою қаймақтың консистенциясындай болды. Осы қамырымызды тағы да лопатканың көмегімен бір араластырып аламыз да, алдын ала дайындап, яғни қиып алған пергаментіміздің үстіне құйып шығамыз. Осы қамырдан мен 8 корж дайындаймын. Әр коржға мен 2 ас қасықтан толтырмай құйып шығамын. Енді осы құйып шыққан қамырымызды осындай кольцаның көмегімен тегістеп аламыз. Егер кольцаларыңыз болмаса, пергамент қағазын қарындашпен сызып алып құйсаңыздар да болады. Енді осы дайын болған қамырымызды қызып тұрған 200 градус пеште шамамен 7-8 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің корждарымыз дайын болды. Енді бөлме температурасында суығанша қалтырып қоямыз. Корждарымыз суығанша біз креміне көшеміз. Бізге креміне маскарпоне қажет. Суық маскарпоне, суық клегей, яғни сапасы таза, 33-36% клегей және қойытылған сүт қажет. Ең алдымен миксерімізге маскарпонемізді салып, бір миксерлеп аламыз және осы маскарпоненің үстіне суық тоңазытқыштан алынған клегейімізді және қойытылған сүтімізді қосып, миксердің төменгі жылдамдығынан бастап жылдамдығын арттыра отырып, кремімізді қоюланғанша миксерлеп аламыз. Мінекей біздің креміміз дайын болды. Енді осы дайын болған кремімізді лопатканың көмегімен бір араластырып аламыз. Оның ортасындағы артық ауасы шығу үшін не болмаса, түйіршіктер болса, сол лопаткамен тегістеп алғандарыңыз жөн. Енді осы дайын болған кремімізді таразыға өлшеп алып, әр коржға дәлдеп салуға қажет. Жалпы мен өзім солай жасағанды ұнатамын. Әр коржға дәл бірдей крем кету үшін, бірақ сіздер олай жасамай қойсаңыздар да болады. Ең алғашқы коржымызға кремімізді жағып алғаннан кейін раздвижной кольцаны орнатамыз. Яғни ашылатын кольцаны орнатамыз. Бұл кольцаның бізге тигізетін септігі, яғни біздің тортымыз біркелкі болып жиналу үшін және әр коржымыз тегіс болу үшін. Және тағы бір айта кететінім, осы кремнен біз кішкене крем алып қаламыз, яғни тортымыздың сыртын қаптау үшін. Енді ең соңғы коржымызды бетін төмен қаратып жинаймыз. Неге десеңіздер, беті тегіс, яғни біркелкі болу үшін. Осылайша тортымызды жинап алдық. Ең соңғы коржымыздың бетіне кремімізді жағамыз да, бетін пищевой пленкамен жауып, бір түнге тоңазытқышқа қалтырамыз. Не болмаса 5 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Яғни тортымыз сіңіп, жақсы болып шығады.
Мінекей біздің тортымыз бір түн тұрды және өте жақсы сіңді. Енді жіңішке пышағымыздың көмегімен тортымызды кольцадан босатамыз. Жалпы мен негізі пергамент қағазын не болмаса ацетатный пленка пайдаланатынмын. Яғни кольцамен тортымыздың екі ортасына салып шығатынмын. Осы жолы ұмытып пайдаланылмай қалды. Тортымызды босатқаннан кейін, яғни біздің ортасына жаққан қалған креммен тортымызды қаптап шығамыз және қалауымызша жеміс немесе жидектермен әрлеп аламыз. Негізі жалпы торттың кремін өзінің ортасына жаққан креммен де қаптай беруге болады. Егер үйге пісіріп жатсаңыздар, туыстарыңызға пісіріп жатсаңыздар, осы кремді де пайдалана беруге болады. Бірақ егер басқа да заттармен әрлейтін болсаңыздар, мысалға алатын болсақ, шоколадный шариктармен, онда бұл крем келмейді. Ол кезде торттың сыртын неғұрлым тұрақты қою креммен қаптағандарыңыз жөн. Мінекей тортымызды қаптап алдық, енді бетін әрлеуге кірісеміз. Қазір жаз болғандықтан мен осындай жазғы жидектермен әрлегенді дұрыс көрдім. Яғни осындай ақ торттың бетінде жазғы құлпынай сияқты, таңқурай сияқты, голубика сияқты осындай жидектер әдемі көрінеді және дәмді көрінеді. Сондықтан осындай жидектермен әрлегенді дұрыс көрдім. Ал енді бұл өздеріңізге қалай әрлесеңіздер өздеріңіз білесіздер. Осымен біздің молочная девочка тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер және маған тіркеліп лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше алда сіздерге тағы да көптеген рецепттермен бөлісемін.